Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қызылшадан өте дәмді, өте пайдалы құймақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қайнатылған қызылша, сұйық май, 2 жұмыртқа, сүт, қант, тұз қажет болады. Қызылшаны теркада немесе миксерде жақсылап араластырып, ыдысымызға саламыз. Оның үстінен 2 жұмыртқа, 3 ас қасық сұйық майымызды, оның үстінен кішкене ғана тұзымызды саламыз. Және 3 ас қасық қант қосамыз. Қолымыздың ұшымен кішкене ғана сода қосамыз да сүтімізді құямыз. Венчиктің көмегімен жақсылап массамызды араластырамыз. Жақсылап араласқан массаның үстінен 5 ас қасық ұнымызды қосамыз. Және де жақсылап араластыруымыз қажет болады. Арасында ешқандай іртік қалмауы қажет. Сковородкамызды алып, жақсылап майлап аламыз. Қызып тұрған сковородканың үстінен 1 ожау массамызды алып құямыз да жан жағына жеткіземіз. Пісіру уақыты 15-20 секунд уақыт аралығында болады. Піскен жағы бізде осындай қоңырқай түсте болады. Барлық құймақтарымыз піскеннен соң жақсылап суытып аламыз. Арасына салатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, қант және қаймақ қажет болады. Барлық ингредиентті қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте біз 2 құймағымызды алып, бір-бірінің үстіне осылай орналастырамыз да, начинкамызды алып, жан жағына дейін жеткізіп, жағып шығамыз, сосын соңында орайтын боламыз. Біраз уақытқа холодильникке орналастырамыз және холодильниктен шыққаннан соң өз қалауыңыз бойынша әсемдеп турасаңыз болады.